Ақтөре? Бүгін жалпы алғанда ақкентіктердің күні емес сияқты. Ұлбосын ханымға. Үміткер расымен де тағы да бір аруды таңдады. Және бұл жолы ол арудың есімі Айдана. Жап жаңа үміткер келді. Ой? Қобалжып кеттім. Иә, дайынсыз ғой. Негізі Айдана ханым дайын. Кеше тоқтады ма? Кеше тоқтады. Кеше тоқтады. Бірақ бәрі бірде әрқайсымыз бұл жерде жаңа үміткерлеріңізді күту үшін отырмыз ғой. Өте дұрыс, Диана ханым, және мен толықтай дайынмын, және шынымды айтсам бар ғой, кеше айтылған сөздерім үшін Сұлтаннан кешірім сұраймын, яғни сен менің теңім емессің дегенде болды ғой. Мен ол кезде оның ата-анасын ешкімді ойламай, как-то на эмоциях ашу үстінде айтып қалдым. Я кеше барлығымыз ашуланшақ болған сияқтымыз ғой, неше түрлісін айтып. Бірақ дегенмен де Сұлтан кешір, Сұлтанның ата-анасы кешіріңіздер. Но вот ара-қатынас тоқтады ғой, және де жалпы осы мына жігіт бар, ана жігіт барлығымен то, что осы тақырып жабылғанына мен өте қуаныштымын. Мен бүгін даже басқаша ұйықтадым и басқаша тұрдым да, бұрынғы Айдана. Болды, оказывается, нужно все-таки талапқа сай емес пе, кішкене болсын, өз-өзіңізді қинаудың қажеті жоқ. Енді дәл қазіргі үміткер қаншалықты талабыңызға сай жоқ білмеймін, бірақ бар білетінім жасы өзіңізден үлкен. Күшті? Айтып өтсем болма, негізі мына Айдананың бағын ашқан Данияр сияқты біздің дәкең. Өйткені неге Даниярмен таныстық болды, содан кейін сразу Сұлтан келді, Сұлтаннан кейін тағы да үміткер келіп жатыр уже. Просто кішігірім өзі былай кіріп шығып жүретін болмаса дәкең сол ара қатынастарға. А так былай бағын ашқан Данияр деп айтамын мен. Жарайды. Жаңа үміткер Даниярға рахмет, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Ой, Айдана, сіздің талаптарыңызға нақты сай сияқты. Жігіттің классика кигені ұнай ма өзіңізге? Өте ұнайды. Онда сізге үміткер сөзсіз ұнайды. Қош келдіңіз, танысайық. Саламатсыз, менің атым Қожахмет. Қожахмет? Иә. Жасыңыз, Қожахмет мырза? 32. 32? Иә. Қай жақтан боласыз? Мен жаңа келдім Москвадан. Мен қазақша дұрыс сөйлей алмаймын, бірақ үйренем. Аха. Мәскеуден жақында ғана келдіңіз. Енді жұмысыңызды сұрасақ, өйткені мына жақ үшін өте маңызды. Мен жұмыс істеймін, веду мероприятия, корпоративы, если что, любые. Тамада? Иә. Түсінікті. Бұрын соңды отбасылы болдыңыз ба? Түсінбедім. Семья болды ма бұрында? Жоқ, елеген жоқпын, балдар жоқ, полностью свободный, открыт для Айданы. Ага. Бұрында ВКонтакте статус болушы еді ғой, в активном поиске деген сияқты. Тура солай. Ну, я увидел Айдану и ее представление в Инстаграме. Айтуа болады ма орысша? Болады. Сау болыңыз. Рахмет. Рахмет деген сол ғой. Дұрыс. Увидел ее в Инстаграме, ее представление, и вот этот шап меня просто с ума свел. Шапқа құлаған ғой. Иә, сол. Ой, талайларында осы шаппен құлатқан сияқтымыз ғой негізі. Қожахмет мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Мен таңдағаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіз Мәскеуден дедіңіз, иә? Иә, туған жері менің Астраханская область, Камызяк қала. Прикольно. Мен институтта кірдім Москваға, сосын анда қалдым, жұмыс істеп, актер болып, театральный институт біттім, кино, сериал, реклам, бәрін жұмыс істедім. Сол. Қазір шоуменсіз? Мен вот только несколько месяцев қазақша үйреніп отырмын. Бәрібір де бірнеше айда үйренген қазақшаңыз өте керемет. Және де Қожахмет, сіз қазір Алматы қаласында тұрып жатырсыз ғой, иә? Иә, Алматыда тұрамын. Отбасыңыз қай қалада? Ата-ана, мама-папа бар ма? Ана Россияда. Болашақта, егер де бізде барлығы жақсы болып жатса, біз қайда тұрамыз? Россияға көшеміз ба? Камызяк. Иә, Камызякта тұрады. Жоқ, сіздер қайда тұрасыздар? Алматыда тұрам. Алматыда тұрасыздар. Алматыда тұрамыз. Хорошо, жақсы. Отбасыңызда қанша адамсыздар? Семьяңызда нешеусіздер? Братья, сестры, кто-нибудь есть? Әке, ана, қарындас мен.
Әке ана қарындас және өзі. Сіз жалғыз ұлсыз, бірақ дегенмен де ата-анаңыз сол Россияда болады, ал біз болсақ өзімізбен өзіміз жеке Алматыда, иә? Мен өзім келдім Қазақстанға, бір өзім. В будущем просто мы же будем жить отдельно от родителей, да, сами в Алматы? Да, конечно, я один двигаюсь, мне так удобно. Жақсы, негізі 32 жасқа дейін неге сіз үйленген жоқсыз? Были попытки, кешіріңіз, мен орысша айтам, өте қиын болып тұр ғой маған. Были попытки, был уже почти у финала. Бірақ, что-то, не получилось. Ондай болып тұрады, негізі, бірақ та вот ең соңғы арақатынасыңызды айта кетсеңіз, ең ұзақ арақатынасыңыз қанша уақытқа созылды? Самые сколько долгие, длительные отношения. 4 года. 4 жыл деген енді кәдімгідей үлкен срок. Қай кезде болды және де қашан тоқтады? Поэтому мы расстались, и я с тех пор не встречаюсь с 2018-19 года. 4-5 жыл бұрын. Негізі бір ғой, Диана ханым осылай айтады ғой, 4-5 жыл ешкіммен кездескен жоқ деп. Өте бір түрлі, маған лично страшно. Бірақ былай сияқты, ол уақыт аралығында бәрібір сөйлеседі, тырысады, танысады, бірақ анау айтқандай бір үйлену тойына дейін жетпейді, содан кейін оны арақатынас есебіне санамайды. Негізі, сіз жоғары оқу орнын бітіргенсіз ба? Вуз оканчивали, да? Я. Какая специальность? Актер драматического театра и кино. Күшті. Неге именно тамада болуды таңдадыңыз? Өзіңізге ұнайды ма? Вообще, если честно, я больше люблю работать в кино и в театре, но вести мероприятия я был вынужден, но теперь это уже как бы нормально для меня. Я себя в этом чувствую комфортно, танцую, пою. Күшті. Что угодно. Дауысы қойылған екен. Осы жақтан прям реально коннект чувствую. Мен де енді өлең айтуды, билеуді жақсы көремін ғой, маған осындай азаматтар тоже ұнайды, бірақ андай бір орнымен болады ғой, все-таки 32-де, 29-да, мы уже должны как-то... Это нормальное ощущение, потому что оно вокруг даже моих друзей и родителей. Все мне говорят, но я делал какие-то попытки, я даже как-то пытался знакомиться в этих приложениях современных, но какие-то там странные люди сидят. Өкінішке орай деген сияқты ғой. Иә. Жоқ, Диана ханым, шынымен де анда приложениялар ғой, кейбір адамдар кәдімгідей сол приложение арқылы өзінің болашақ жарын кездестіріп Ондай да бар. Мен бір рет что-то скачала, ойбай, жоқта бір сообщениялар бірден өшіріп тастадым, ондайға жоқпын, если честно. И ондайға онша сене бермеймін, өйткені мен көбінесе адаммен былай көзбе-көз кездесіп, жаңағы сөйлесуді жақсы көремін. Және де Қожахмет, сіз романтиксіз ба? Что? Вы романтик? Романтик? Да. Еще какой? Онда болды. Өте керемет, иә, мен романтиканы жақсы көремін, но сюрприз жақсы көрмеймін. Маған барлығын алдын ала айту керек, то что осы жаққа барамыз, осындай уақытта дайын бол деп, өйткені енді білмеймін, кезінде 18 жаста любой свиданиеға шыға саламыз ғой. Конечно, потому что как-то времени много дегенде, а қазір барлығы у нас поминутно, по часам. Сіздің жұмыс уақытыңыз қай уақытта сонда получается? Сіз кешкісін ғана мероприятияларды өткізесіз бе, әлде сіз күндіз? Да, я веду мероприятия, у меня сейчас все наперед почти расписано. Это я рассматриваю как на самом деле не основной вид заработка, хотя он сейчас является основным, но сейчас огромное количество моих друзей тоже переехали оттуда сюда, открыли огромное количество офисов и сейчас тоже предлагают разного рода работы, поэтому пока есть даже возможность выбирать. Өте керемет, маған ұнайды. Жан-жақты. Да, жан-жақты, және де ең бастысы ізденісте. Бір нәрседе тоқтап қалмайды, өйткені мен де өзім бір жұмыста отыра беруді жақсы көрмеймін, да, мне в основном нужно движение. Поэтому мы с вами схожи. Так, хоббиіңіз бар ма? Спортқа жақындығыңыз бар ма? Да, конечно, я всю жизнь занимался спортом, бокс, муай-тай, работал тренером по тайскому боксу. Айдан айтады, не деген мінсіз ер азамат дейді. Иә, бірақ солай айтамын да, бірақ ойлаймын, 25 жастан кейін 25 жасқа дейін күйеуге тимеген қыздарда да мін бар, и 30 жастан асып кеткен ер азаматтарда мін бар. Поэтому бәрімізде негізі мінсіз емеспіз. Потому что бірақ енді былай айтайық, сіздің көбірек талаптарыңызға сай болып тұр ғой. Иә, негізі соған мен қатты қуанып отырмын. Қожахмет, сіздің енді маған қоятын сұрақтарыңыз бар болса? То есть, есть ли у меня вопросы? Ага. Конечно, есть. Очень много. Қоясыз ба, әлде сақтайсыз ба? Вот я люблю очень бешбармак, курдак. Вот это самое важное, я думаю. Я тоже люблю бешбармак и курдак. Вот, я хотел бы узнать, готовите ли вы? Я негізі мен тамақ жасай аламын, барлығын өте дәмді
әзірлеймін. Негізі қуырдағымды осы жерде жеп Былтыр, көрген. иә, Мен жедік, бірінші өте орын дәмді алғанмын. бал Иә, қуырдақ бізде мис қосылайық болған кезде, өйткені менің қуырдағымды жегендер де арманда. Бірінші орын алдыңыз ба ол Бірінші орын кезде? алдым, иә, ол кезде. Сондықтан да тамақты жақсы дайындаймын, бірақ шынымды айтсам, мен тамақ пісіруді жақсы көрмеймін, иә. Түсіндіңіз бе? Я очень хорошо готовлю, очень вкусно, но я не люблю готовить. Я тоже, если честно, ну, много чего не люблю, но жизнь, она говорит об одном, если ты хочешь, Хочешь жить, умей вертеться, да, чего-то хочешь хорошо. в жизни. Все, жоқ, мен болашақ жарым үшін мен оны аш Вы қалдырмаймын. очень красивая, Айдана. Рахмет. Я когда вас увидел, я увидел, какая вы красивая, высокая, стройная, обаятельная, искренняя, честная. И мне кажется, что Ой, человек наделен огромным... Ну, говорят, за правду не благодарят, но бәрібір де рахмет сізге үлкен. Мне очень приятно. Не знаю, мне кажется, коннект есть. Егер де мен қазір кішкене қобалжу үстінде отырып, бәлкім... Диана да, Ізбасар мырза да. Рахмет, қош келдіңіз. рахмет. Қазір енді менің мынандай сұрағым болып тұр да, сіз кәдімгідей барлық сұраққа нақты әрі әдемі жауап беріп жатсыз да. Енді 32 жасқа келдіңіз, сіздің өзіңіздің үйіңіз, машинаңыз бар ма? Бар ғой. Машина бар, үй бар, бәрі бар, бірақ... Все, иә? Россияда бәрі. Ізбасар мырза. Айданаға енді осыға 3-ші сезонға сен отқаның. Екінші сезон, үшінші сезонға келмейді екенмін. Иә, енді былай айтқанда саған нағыз ұнаған үміткер осы болып тұрған былай айтқан кезде. Бұл енді қош келдің. Біз Рахмет. енді ер жігіттің орысша варианты деп айтуға болады. Енді интонация, сөйлеу, тембр там, общий жаңағы подача дейтін нәрселерің. Ну, арасын орысша да қосу керек шығар, енді білмей тұрмын. Так, былай, это твоя профессия, да, этот ведущий или как? Ты шоумен? Нет, я актер Ты драматический. актер, да? А Да. где-то работаешь или хочешь работать? Я работаю, веду мероприятия. Не, мне это государственный. Государственный. Да-да. Мне уже поступило предложение попробоваться в театрах 2 здесь, в Алматы, в государственные. Пока под вопрос. Но видишь, смотри, сен шоуды жүргізесің на казахском, на русском или только на казахском? Тек Или орысша. на русском только? Тек орысша. Тек орысша? Иә. Сұрақ қойсам бола ма, Диана ханым? Бұл. Рахмет, қош келдіңіз. Расымен Рахмет. бір коннект, бір байланыс сұрақты көріп тұр да. Енді сіз Мәскеуде туылдыңыз ба, әлде осы Қазақстан туылып Мәскеуге көшіп кеттіңіз ба? Жоқ, Ресейда тудым. Не себептен? Не себептен мына жаққа келуге Айдана үшін келіп тұрсыз ба деген ғой Мәскеуге? Түсінбедім. Жоқ, осы жерге жұмыс бабымен келіп тұрсыз ба? Иә. Сізде отбасыңыз салт дәстүр ұстана ма, әлде Мәскеуге отбасыңызбен көшіп кеткеннен кейін салт дәстүр кішкене қалып қойды ма? Конечно, все соблюдаем. Бізде бәрі бар. Елің қандай, Негізі елің қандай? ұлтыңыз таза қазақ, иә? Түсінбедім. Ұлтыңыз таза қазақ, иә? Мен нағыз қазақ. Елің қандай, елің? Руыңыз қандай? Руыңыз қандай? Руым Берш, Ағатай. Ой, молодец. Махамбет Диана ханым, баласы. Хадиша. Қош келіпсіз. Енді шынымен де жұптың иісі шығып тұр, Диана ханым, не де болса ше. Шынымен енді сізге сұрағым бар. Айданаға үшін материалдық жағдай өте жоғары, маңызды да. Сіз енді сколько вы зарабатываете в месяц? Я только начал работать первый месяц. Не знаю, может быть, 500 где-то, не знаю. Диана ханым, сұрақ қойсам бола ма? Я, если честно, пока не понял. Я в магазин прихожу, келем ғой магазинге, и какую-то беру там продукт, да. И я не понимаю, это дорого или дешево. Мне приходится заходить в калькулятор, все переводить в рубли, потом вот так более-менее. Но я надеюсь... в Айза, дальнейшем- Қош келдіңіз, сізге сұрағым бар, шын айттыңыз ғой. Соңғы айда примерно 500 мыңдай дедіңіз да. Ал осы айға дейінгі жұмыстарда сіз қанша айлық таптыңыз? До этого я зарабатывал больше в Москве. Больше это сколько? Если- Ну, раза в 2, наверное. Хорошо, жина Айдана, саған айтқым келеді, сен жалпы болашақта тұрмысқа шықсаң, осы адамға сен адайдың келіні боласың, соған көзқарасың қандай? Керемет. То есть сәлем салу. У вас же нет, да, такого, чтобы сәлем салу? Мен негізі бар ғой, Айза, андай, Как сәлем нет, у нас все салу. есть. Нет, имеется в виду в вашей семье В сохранено. нашей семье у меня просто огромное количество моих родных находится в городе Актау, и они конкретные. Ақтау болса түсінікті, бізде жарнамадан кейін бірақ таныстықтың жалғасатыны Айдан анық дүние сияқты жарнама. Ишь, блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Ну так. Сұрақ,
тый ма Ұлбосын ханым? Қош келдің, Қожа Ахмет. Рахмет. Мне на казахском или на русском? Қалай? Ну, Без если разницы. казахша, то ну, не быстро. Я просто смотрю, да, на вас. Вы будто бы реально пришли сюда себя показать. Вы прям пришли сразу, подчеркнули. Если что, я веду корпоративы деген сияқты. Да, вот. Айданаға шынайы келмеген сияқтысыз да. Вот, я не знаю, мне кажется, чисто вот мое мнение, да, есть какой-то подвох. Вот вы какой-то слишком идеальный, я не знаю. могу сейчас Не объяснить. в обиду вам. Ничего, нормально. Я могу объяснить. Это я выгляжу, может быть, спокойно. На самом деле волнение такого уровня, что я несу ерунду. И у меня лицо сейчас все сжалось. Поэтому простите. А Кайдане все прям настоящий, да? Ну, я посмотрел. Инстаграм. Она мне показалась очень обаятельной, привлекла меня. И я сразу приехал, сказал Айдана. Керемет. Ізбасар мырза. Мне интересно, хотел спросить вот это... Есть? Акцент жоқ менде негізі. Жоқ екен, жоқ Жақсы екен. сөйлеймін негізі. Вот сұрайын деп едім да, қашаннан бері вот қосылайық вот передачу көресің сен? Бұрыннан көріп. Сіздікі қай тілде болып кетті өзі? Жоқ, орысша қазақша араласып сұрайын Я, деп едім. когда я его увидел впервые, Ну да. Қосылайық. Не, вот эту буквально. программу. ну, программа Хослайк. Да. Я слышал, люди рядом, которые со мной находились, они смотрели, я был занят делами, а вот буквально пару дней назад, позавчера или вчера, позавчера, потому что я уже 2-3 дня связывался с людьми, где-то 2-3 дня назад. И сол кезде Айдананы көріп қалдың ғой, да? Да, я увидел ее представление, я увидел остальных, Профайл, все да? замечательные, все супер, но когда началось ее представление, я почему-то остановился на ней. Вот. Енді сіздер түсінген шығарсыздар, біздің әр қатысушының жеке профайлы бар ғой, әңгіме сол кішігірім видео жайлы. Айдана, енді сізге әбден қызық шығар, кім отыр, қандай ер азамат, әрине. соншама сіздің талаптарыңызға сай. Шымылдық ашасыз ба? Әрине. Онда шымылдықта шайық, шап Айдана, шап. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Очень приятно. Иә, Айдана, шымылдық ашылды. Қожа Мінекей. Ахмет, қош келдіңіз. Өте қуаныштымын танысқаныма. Да, действительно, сары келген жігіт маған өзіме ұнайтындай. Аха. Қожа Ахмет, сізге сұрақ, есіміңізді Қожа Ахмет Яссауиге байланыстырып қойды ма, әлде ваше Жоқ, имя? менің Тате это дедушка, кстати. Вот, Тате, это его прапра звали Қожа Ахмет Солшин. Аха. Бабаларының бірі Қожа Ахмет болған екен, міне соған сай есім. Керемет, Диана ханым, есімін де ерекше, көзіңіздің түсі қандай? Зеленоватенький, да, такие? Нағыз қазақ қой. Реально, нағыз қазақтар, вот они такие выглядели. Негізі былай ойлаймын. Жоқ, енді Диана ханым, мен Дұрыс, айтып тұрмын ғой. Былай да, у меня было такое состояние, мен бүгін келген кезде, как будто было андай, я решила снова, я же практики проводила, раскрытие женской энергии и так далее. И прям я сегодня себя как богиня чувствовала. И жігіт келді. Болды. Поэтому әрдайым өздеріңізді қыздар андай королева ханшайым ретінде сезініп жүрсеңіздер, онда барлығы да жақсы болады. Мен бір сұрақ қойып жіберсем, қош келдің тағы да. А как, қалай қарайсың? Ну, сен шоуменсің, мероприятие жүргізесің, қасыңда қызбен. Тоже русскоязычная, нормально жүргізе алады. Тоже нелер жақсы, дикциялар мықты. На это как смотришь? Бірге жүргізгенге. Ну, мне кажется, это будет прекрасно. Прекрасно? Ну, конечно, это же все деньги в общий бюджет идут, получается. И оба работают. Ақтөре, Қожа Ахмет. Ассалаумағалейкум, Қожа Ахмет. Алейкум-ассалам. Қалайсың? Ақтөре болады есім. Ақтөре меня зовут. У Айдана, короче, здесь есть бывшие парни. Они тебе влияют или не влияют? А если
они заберут, здесь опасно ведь все. Как думаешь об этом? Пусть пробуют. Пусть пробуют. Ты Да, в себе конечно, смело. уверенный, да, короче, да? Как я, да? Ты же такой. Ну, посмотрим. Ақтөре бывший парни деп қатты айтпашы, тек қана таныстық болған жігіттер ғой. Вот. солай. Дианахан, мөлдір бірақ мен былай ойлап отырмын да, негізі шымылдық той неғып шулап кетесіз басар? сондай ғой, өзі білесіз ғой, мөлдір. Мақұл. И негізі жаңа шымылдық жабылып тұрған кезде Айдана басқаша адамды елестеткен сияқты. деп ойлайсыз Иә, сіз. өзі басқа адамды құрап алды да, жаңағы айтқан сөздермен барлығын бір адам жинақтады да, ал ашқан кезде басқа адам тұрды. деп ойлайсыз. Деп ойлаймын. Айдана да Солай ма? солай ойлайтын сияқты. Кімді елестеттіңіз шымылдық жабық тұрған кезде? Жоқ, Диана ханым, негізі симпатичный мужчина, мен как бы ешнәрсе айта алмаймын. Елестеткенде, ну, прикольно, да, может быть. Жоқ, негізі Диана ханым, наоборот, мен Айдананың эмоциясына қарап отырсам, наоборот, жігіт ұнады. Мәз, еще шашын ұстап, жаңағы өзі қылықтары бар ғой. Бірақ жігіт жаңа шымылдық ашылмай тұрғанда күшті болып тұрды да, шымылдықтан кейін что-то отырып қалды. Непонятно. Дәл қазір сырласу бөлмесіндегі Ернарды және Әсел ханымды шығарып алсақ, таныстықтары жалғаса ма, әлде жас мәселесі кедергі бола ма? Я не все понимаю, что они говорят. Әсел ханым, біраз уақыт сырластыңыздар Ернармен. Таныстық жалғаса ма, әлде осы жерден қош бол сәулем көргенше ме? Жалғасады. Өте қуаныштымыз. Бір кездесу бүгін, ертең сізді... ертең демалыс бізді дүйсенбі күтеміз, понедельник күні күтеміз. Шығарып салсақ өзіңізді. Таныстық жалғасады. Цима? Диана ханым жаңа айтып отыр ғой, машинам бар, үйім бар деген кезде біздің қыздардың көздерінің бәрі жайнап кетті да. Білмеймін, мен сенбей отырмын да ше, Диана ханым. Қожахметке? Айданаға да айтқым келіп жатыр, подольше знакомься. Прям хорошо, узнай да қатты не істеп қойған. Асықпа дейсіз ғой. Кеше Ақтөре айтқандай баспен кетіп қалма деген ғой. Жоқ, Диана ханым енді қазір айтып жатыр ғой. Тимур, біздегі қыздардың барлығының көз жайнап кетті деп айтып жатыр да. Тимур, сен уайымдамай қой, біздің көздерімізде жайнағанда жоқ, енді біліп отыр қой, сен сияқты машинасы жоқ екен, өтірік екен. Мөлдір, сізге үміткер бір сенімсіздік ұялатқан сияқты, иә? Иә. Мен қай жағынан? Білмеймін, бір адам көзге көрінеді ғой, қараған кезде, сол кезде бір шынайы ма, шынайы емес па деген сияқты, маған бір барлық жасап отқан заттары, айтып отқан заттарының барлығы бір жаңа актермын деген сияқты қылып айтты ғой, солай қылып көрініп тұр. Онда Сима мен Мөлдірдің ойы бұл жерде бір жерден шықты. Айза, сіз қалай ойлайсыз? Негізінен Диана ханым, мен жаңа айтайын деп отырған едім. Жаңа бір сұрақ қойылған кезде Қожахмет жауап берген болатын. Бұл жобаны, Айзбасар сұрақ қойды, бұл жобаны қашаннан бері көресіз дегенде, ол жауап берді. Бірнеше күн болды, и то маған таныстарым айтты, осы жоба туралы деп айтып қалған болатынсыз. Мен содан кейін поняла, что сіз мүмкін сізге біреу посоветовал ол жаққа келуге. Ну, мол, типа, есть такая программа, можешь пойти похайповать деген сияқты. Және де әрбір айтқан сөзіңіз, эмоцияңыз бір шынайы емес сияқты. Слишком много наигранности, либо переигрываете реально. Я просто очень сильно волнуюсь. Неде сіз айттыңыз, то, что сіздің босыған дейінгі айлықтарыңыз 2 миллионға жақын деп айттыңыз ба? Ал қазіргі таңда табысыңыз 500 000 теңге. Ну, какой смысл вам получать 2 миллиона, да? И сейчас как бы вы получаете намного меньше. Жоқ, мәселе мынада ғой, ел ауыстырды ғой. Басқа қалада, мысалы, біз қазір басқа елге, басқа қалаға барсақ, біз ешкім емес біз ол жақта. Әсіресе басқа елде. Одан кейін мен ойлаймын, ол жақта жұмыс табу, нан табу және валюта басқа болғаннан кейін барлығы күрт өзгеретін сияқты. Және Қожахмет, сізге барлығы бірден айтып жатыр, барлығы демесем де бірнеше қатысушылар сенбей жатыр. Насколько чисты ваши намерения к Айдане? Мне, повторюсь, 32 года уже. И у меня нет времени на чепуху всякую. Я намерен на серьезные отношения, без всякой вот этой шляпы. Все предельно взрослый, серьезно, без всяких игр. Наиграюсь, я думаю, уже к этому возрасту. Демек, сіз үйленуге дайынсыз, толығымен отбасын семья құруға дайынсыз. Мен былай сұрақ қойсам. Диана ханым, мен қойып кетейінші, менікі бір қызықтау болып тұрады сұрағым. Сонда, Диананікі қызық емес, менікі қызықтау, сол үшін мен қояйыншы, қандай күштісіз? Однозначно, менікі қызық болады қазір. Сен шоу жүргізесің, мысалы корпоративкада жүрсің. Айдана сияқты әдемі қыздарды сен көп көрдің.
Тем более, уже Да, неинтересно. и смотри, только сен эфирде ғана қызға былай ғашық болып қаласың, и ана жақта бір шоу жүргізіп жүрген кездерде бір әдемі қыздарға ғашық болып көрген жоқсың ба? Не деген тарихта болмаған күшті сұрақ Ізбасар мырза. Зато ойланып қалды Диана ханым. Ол түсінбегеннен ойланып қалған сияқты. Сұлтан. Айдана сияқты қыздар көп емес, Айдана жалғыз. Ол өзі осындай дара туған, дана туған, осындай ақылды қыз. Және де неге... Мына жақта горизонтта қызғаныш сезімі оянып жатыр. Жоқ, Диана ханым, толық айтып кетейін, аяқта отырған қыздарда ол қызғаныш сезім толып жатыр деп ойлаймын да. Қыздарда? Шын ниеттен, иә, осындай Айдананың өзінің бойындағы талаптарына сай жігіт келген кезде, неге болса айырып алуға тырысасыңдар? Бәлкім танысып көрсін. Смотри, былай нәрсе... Сұлтан қазақша түсінеді. Аха, мен Айдананы бір мінезі жаман деп жатқан жоқпын, мүсінін айтып жатырмын. Осындай фактурада қыздар өте көп, ол именно мероприятияда болмаса бір... Мүсіні болсын, ойы, ақылы болсын, ол жалғыз өзі осындай. Мен соны сұрап жатырмын. Ізбасар, сізге қойыңызшы жаңа сұрақты. Сізде сондай жағдай, ситуация болды ма? Өз сұрағыңыз өзіңіз жауап бересіз ба? Жоқ, менде кезінде ондайлар болды, Диана ханым, шыны керек. Өйткені ол кездер мысалда, ол өйткені тойда жүресің, банкетте жүресің, ол өйткені ол жерде әдемі киіп жүретін адамдар көп қой, қыздарды көп деген сияқты мысалы, вот сол. Жоқ, енді Ізбасар, сыртта болды. Неужели сол кезде сен танысып көрмедің? Именно эфирда деген сияқты әңгімені сен кісіге қойыпсың ғой. Тура сондай мағына бұл жерде Мен танысып ол бұрында деп айтын, негіз танысып көргем, Диана ханым, бірақ болмаған ондай нәрсе. Иә, болмады, таппадыңыз. Таппадым ондай нәрсе, сол. Сұрағым бар сізге, және де болашақта сіз Айданамен арақатынаста болғанда Айданаға қанша ақша беріп тұруға дайынсыз, өзінің қалай? На ее расходы, короче. Честно, түсінбедім. Не дейсің? Онда былай істейік, түсінікті болу үшін барлығын Айдана өзі сізге қояды, егер сырласу бөлмесіне барсаңыздар. Иә, барам. Қожахмет мырза, төрлетіңіз.